Елімізде клиникалық тәжірибеге алғаш рет тың тәсіл енгізілді. Мәселе эмбриондарды генетикалық тестілеуге қатысты. Бұл әлемдегі ең озық және дәл молекулярлық генетикалық диагностика әдісі дейді мамандар. Жаңа әдіс эмбрионды жатырға көшіру алдында хромосомалық ауытқуларды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл эко бағдарламасының тиімділігін арттырып, жүктіліктің ерте кезеңдеріндегі қауіпті азайтады. Қазақстанда жыл сайын шамамен 400 мың бала дүниеге келеді. Олардың 1%-на жуығында туа біткен кемшілік анықталады. Жаңа технология осы мәселені азайтуға септігін тигізеді. Медицина енді дамып келе жатыр, бір орында тұрып қалған жоқ. Сондықтан да біздер енді қарапайым халық қорықпайтын боламыз. Тағы да бала сүюге әлі де мұнда келеміз. Эко мысалы Қазақстан бойынша 13-14% құрайды. Сондықтан да әр 6-шы отбасы осы бедеулік диагнозымен қаралады біздің клиникада. Сондықтан да бүгінгі ең басты біздің жаңалығымыз ол НЖС, яғни генетикалық алды хромосомдық ауруларды тексеру зертханасының ашылуына өте қуаныштымыз. Бұл зерттеу, яғни тасымалдау эмбрионды алдын ала, оның генетикалық аурулардың, яғни Эдвардс, Патау, Дауна, немесе моносомия, трисомия деген күрделі ауруларды анықтауға бізге мүмкіндік жасайды.